Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай үй жағдайында дәмді, жұмсақ печенье әзірлейтін боламыз. Бізге керекті сары май. Сары май бөлме температурасындағы болуы керек. Үстінен шекерімізді саламыз. Араласқанша миксерлейміз. Оның үстінен 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Үстінен ванилинімізді саламыз. Жақсылап кішкене араластырамыз. Енді лопаткамен араластырамыз. Сұйықты осындай болып тұрады. Бір келкі болу керек. Үстінен қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз оны да. Майларыңыз осылай еріп, шекерлеріңіз барлығы ерігенде осындай бір келкі болу керек. Үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді лопаткамызды алып, қолмен жақсылап илейміз. Жұмсақ осындай қамыр болады. Қараңыздар, осындай жұмсақтықта болады. Енді бұны домалақтап печенье әзірлейтін боламыз. Барлығын осылай домалақтап тарелкаға салып аламыз. Міне дайын болды. Енді шекерімізді және жұмыртқаны ағы керек бізге. Осылай жұмыртқаны ағына батырып, бас жағын құмшекерге батырып қойып қоя береміз. Піскен кезде әдемі әрі дәмді болады. Барлығын осылай бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Міне осылай болып. Істеп көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді. Қараңыздар, бетінде осылай құмшекер жалтырап дәмді болып тұрады. Міне ортасы көтерілген, жұмсақ. Менің каналымда бұдан да басқа печеньелер түрлері бар. Кіріп көріңіздер.